Махаббат қызық мол жылдардың 5-ші бөлімі. Көктемде топыраққа түскен дән алдымен нәзік сабаққа айналып, артынан уақыты жеткенде бас жарады. Уақыты жеткенде тал бүршіктейді, өсімдік түйін тастайды, алма ағашы гүлдейді, гүл қауызын ашады, шешек атады. Өсімдік үшін осы бір ғажап шақ тек қана жазда болады. Ал адал махаббатқа мерзім жоқ. Ол жылдың 4 мезгілінің қалаған маусымының сәтті сағатында жүректе гүл жарып шыға келеді. Махаббат гүлдегенде жас адамның аузынан сүйемін деген асыл сөз ақтарылады. Менің Меңтайға деген махаббатымның сол сағаты ноябрьдің алғашқы күндерінің бірінде Никольский шіркеуінің түнгі 11-дегі қоңырауымен қоса соқты. Соның алдында ғана жүрегім өз-өзінен өрекпіп, үйде отыра алмай сыртқа шыққанмын. Жомартбек жоқ еді, Пернеш кітапханадан қайтпаған. Тек Төлеубек қана төсегінде қорылдап, ұйықтап жатқан. Соның қорлы ойымды бөлгеннен кейін оңаша жер іздеп, екі жатақхана арасындағы ашық алаңға бет қойғанмын. Калинин көшесі жақтағы жатақхана жанында басына темір телпекті шам орнатылған биік бағана түбінде ұзын орындық болушы еді. Соны бетке алып аттай бердім де, онда біреудің отырғанын аңғардым. Аяңдап қасына келсем, ол отырған Меңтай боп шықты. Оның Меңтай екенін танығанда жүрегім дір ете түсіп, өз-өзімнен дегбірім кетіп, састым да қалдым. Кеш жарық Меңтай, дедім, әр сөзім Кекештің аузынан шыққандай әрең қиюласып. Жарық кеш жан ләззаты болсын ағай, келіңіз, отырыңыз. Қасында бірнеше кісілік бос жер болса да, Меңтай сырғып маған өз орнын берді. Менің жүрегім одан сайын лүпілдей түсті. Маған орнын бергені өзгеше қадірлегені ғой Меңтайдың, деп ойладым ішімнен. Қадірлегенің жақсы-ау, бірақ құрметіңнің өзі менің аузыма қақпақ. Басыма тоқпақ боп жүр ғой, дедім тағы да. Ойлағаным осы болса да, аузымнан шыққаны басқа сөз болды. Жалғыз неғып отырсың Меңтай? Жай, жатар алдында ауа жұтайын деп шығып едім. Меңтай біздің жатақхана жаққа көз тастап алды да, сөзін қайтадан жалғады. Кімді ойласа сол келеді деген рас екен ағай. Мен жаңа ғана сіздің бөлменің терезесіндегі шамды көріп, ағай әлі сабақ қарап отыр екен ғой, деп ойлап едім. Ойлағаның, есіңе алғаның қандай жақсы, дедім мен ішімнен. Ал мен сені сағат сайын ойлаймын ғой, Меңтай, сен осыны білесің бе? Теңіз тебіреніп, жағаға толықсыз толқын лақтырғандай бір сәт туды. Менің де теңіздей тербеліп сөйлегім, ішімдегі Меңтайға деген махаббат толқынын ағылта ақтарғым келді. Рахмет Меңтай, дедім тағы да екі сөздің басын әрең қосып ойлағаныңа. О ғажап, теңіз тұрғай титімдей бұлақ құрлы да қауқарымның жоғын аңғардым. Аузымды байқаусызда біреу желімдеп кетіп, соны күшпен әрең ашатын сияқтымын. Ашқанмен ар жағынан ақтарылар ештеңе жоқ. Адасқан жалғыз қаздай қалбалақтап, анда-санда бір сөз зорға шығады. Бірақ сыртқа шығарып айта алмағанды іштей сарнауға шебермін ғой мен. Дегенмен аузымды судан шыққан балықтай бостан-бос ашқаныма мәз боп бірсыпыра асыл ойларымды ақтардым-ау деп жорамалдадым ішімнен. Осы кезде ыңыранып, Никольский шіркеуі үн қатты. Мен шіркеудің өзін жек көрсем де, оның қоңырауының үнін ұнатушы едім. Дың-дың деп мыс қоңырау күңгірлей бастағанда, істеп отырған шаруамды тастап, аяғына дейін тыңдай қалатынмын. Маған әсіресе ұзақ соғылатын, ұзаққа кететін осы түнгі қоңырау күңгірі аса бір сазды, қызық күйдей боп танылатын. Сол әдетім бойынша шу дегенде мен тым-тырыс тыңдай қалдым да, қоңырау бір-екі рет соғылғаннан кейін оны тастай салып, дереу негізгі шаруама көштім. Осы қоңырау үнінің дүрмегімен басқа еш жанға естіртпей айтатын басты сөзімді Меңтайдың өзіне ғана тез
ақтарып қалғым келді. Қоңырау соғылып бітіп қалмасын деп, шапшаң Меңтайды екі қолынан ұстай алдым да, екі алақанының арасында пыр етіп ұшып кететін тірі торғай тұрғандай елбелектеп, аузымды қыздың құлағына тақадым. Меңтай, мен сені сүйемін, шексіз сүйемін, дедім, біреу тәйт десе жылап жібергелі тұрған жас баладай кемсеңдеп. Қанша әсемдеп, әдемілеп айтам деп, пәленбай уақыт ойланып, оқталып, жадымда жаттап жүрсем де, мен Меңтайға деген мәңгілік махаббатымды, арман тілегімді, шексіз ықылас, қалтқысыз құрметімді, оны бар дүниеден өзгеше бағалайтынымды ауызбен айтып жеткізе алмадым. Көптен бері айтамын деп әзірлеп жүрген сөздерім дәл қажетінде ауызға түспейтін бұлдыр-бұлдыр бірдеңке болып кетті. Әшейінде тақылдақ тілім болдырған жорғадай сенделектеп, сүрініп, тұтығып тоқтап қалды. Енді сол ауыз жеткізбегенді, лүпілдеген жүрек, дірілдеген дене, денедегі лыпыл қаққан сансыз тамырлар қосыла айтып, Меңтайға асыға баяндап жатқандай болады. Меңтай енді солардың сөзін тыңдағандай, бар зейінін соларға аудырғандай боп, жым-жырт үнсіз отырып қалды. Осы үнсіздік кезінде саусақтарым терлеп, буын-буыным қалтырап кеткен маған көшедегі күнде міз бақпай бақырайып тұратын электр шамдары өз-өзінен жыпықтай жөнелген сияқтанды. Екі жатақхана ортасынан сылдырап ағып жатқан арықтың суы да демін ішіне тартқандай үнсіз қалды. Ағаш бұтақтарындағы соңғы жапырақтар да сыбдырын тоқтатып сілтідей тынды. Бірақ өзім әуре мен олардың неге өйткендеріне мән бермедім. Менің басыма төнер не сұмдықты сезгендерін аңғармадым. Есіл дертім Меңтайда болып, оны құшақтағым, құшқым келді. Алғашында иық тістіріп отырған мен, оның үндемегенінен дәмеленіп, оң қолымды босатып, қызды қаусыра құшақтап, өзіме қарай тарттым. Неге екенін білмеймін, Меңтай менің құшағымнан сытылып шығуға әрекет етпеді. Соған батылдандым ба, білмеймін, мен еңкейіп, оның діріл қаққан ыстық ерніне ернімді тигіздім. Меңтай оғанда қарсылық көрсетпеді. Осыдан кейін маған Меңтай мендік екен деген ой келді де, асыл арманыма шынымен қолым жеткені ме деп, көкіректе бұрқ-сарқ қайнаған қазандай тасыған қуаныштың ыстық буы көзімді шарпыды. Бірақ мұның бәрі Меңтайдың мені есіркеуі ғана екенін келесі сәттерде бірақ білдім. Ол менің сөзімді тыңдап болғаннан кейін төмен қарап, қоңыраудың соңғы соғылуы біткенше үнсіз отырды. Одан соң ләм демеді. Кей қыздар жігітпен кездескенде оған сүйетін, сүймейтін бірден айтады ғой. Бағзы біреулер өз ойын олай жеткіз айтып айта алмайды. Көпшілік қыздар ауызбен айтар сөзді ішінен айтып, үнсіз баян етеді. Сырттан сөзі де, үні де мөлт етіп көз жасы ғана болады. Меңтай да маған деген сөзін іштей айтып отырған болар, деп малдандым мен. Бірақ бетіне қарасам, Меңтай бір қызарып, бір бозарып отыр екен. Кейде дем ала алмай қысылғанда сияқтанады. Оны көргенде мен Меңтай сырқаттанып қалған екен деп қалдым. Меңтай, ауырып отырған жоқсың ба? Дедім көзім бақырайып. Әлде менің жаңағы сөзіме ренжідің бе? Жоқ ағай, деп әлден уақытта Меңтай сәл басын көтерді. Мен сіздің сөзіңізге емес, басқа нәрсеге қиналып отырмын. Осылай деп Меңтай тоқтап қалды. Сәл бөгеліп, одан соң әр сөзін үзіп айтып, қайтадан сөйледі. Мен де сізді жақсы көремін ағай. Менің бұл сөзді құлағымның естігеніне, ол сөздің Меңтай аузынан шыққанына сенер-сенбесімді білмей, екі көзім жыпылықтап кетті. Оған бұрынғыдан бетер жабыса түсіп, қолын қайтадан сипалай бердім. Меңтайдың «Мен де сізді жақсы көремін» деген бір ауыз сөзі мені Алатаудың етегінен ең төбесіне шырқатып бір-ақ шығарғандай болды. Меңтай сөзі тағы естілді. Бірақ осы кезде екеуміздің иығымыз ажырап,
арамыз сәл ашылып кетті. Маған бірақ деген сол жалғыз сөз кенет жер жарылып, Меңтай екеуміздің арамыздан түпсіз шыңырау шыға келгендей боп көрінді. Сол шыңыраудың Меңтай бір жағында, мен бір жағында қалған сияқтандым. Бірақ мен басқа біреуге уәде беріп қойған едім. Меңтайдың ендігі сөзі маған алыстан, шыңыраудың арғы жағасынан әрең естіліп тұрғандай болды. Сіз Совет одағының батыры Мәлкен Ғабдуллаевты білесіз бе? Білсеңіз, менің ағайым Жүніс Ербосынов соғыста сол кісінің қарамағында қызмет етті. Оқ тиіп ағайым өлгенде қасында Тұмажан деген досы болған екен. Қайтыс боларында жалғыз бауырым, жан ағатайым Жүйке мені аузын алыпты. Менің қарындасымның суретін сан рет көрдің ғой. Тірі қалсаң сен соған серік, сүйеу бол, өмірлік жар ет. Меңтайға менің өлер алдындағы осы өсиет тілегімді жеткіз, депті Тұмажанға. Ауызша айтқан өсиетін хатқа түсіріп және беріпті, деп Меңтай көкірек жара бір күрсініп қойды. Соғыс біткеннен кейін жігіт еліне барып, елінен мені іздеп осында келіп, ағайымның қалай өлгенін баяндап берді. Ең соңында ағайымның өмірден өтерде аузынан шыққан ақтық сөзін, өсиетін жеткізді. Мен солқылдап көп жыладым. Көп уақытқа дейін өксігімді баса алмадым. Жігіт қасымнан кетпей отырып алды. Мендік боламын деп маған уәдеңді бер, деді. Жанымдай көретін жалғыз ағамның өсиеті солай болған соң, және ел қорғап соғыстан келген жігіттердің жақсы жаманы жоқ шығар деп ойлап, жарайды дедім де уәдемді бердім. Меңтай терең бір дем алып, сөзін аяқтауға кірісті. Бар мән жай осы, ағай. Мен ол жігітті сізден артық демеймін. Айта берсеңіз, қандай екенін де білмеймін. Ендігісін өзіңіз біліңіз. Тұмажанды таста, уәдеңді бұз дейсіз бе? Оны өзіңіз айтыңыз. Мен сізге сенемін. Бұз десеңіз бұзып ақ кетейін, ағатай. Меңтай осылай деп айтарын айтып қалды да, бірақ бекер айттым-ау деп өкінгендей тез тағы да сөйлеп кетті. Бірақ уәде бұзған адам оңама, ағай. Уәдеге беріктік адамның асыл қасиеті болуы керек қой. Ендеше қайтып бұзамын мен ол уәдемді. Енді Меңтай емес, мен қиын жағдайда қалдым. Ол ендігі билігін өзіңіз айтыңыз деген жаңағы соңғы сөзі менің махаббатым мен адамгершілігімді сынға салғандай болды. Таразының бір басында мен, екінші басында Меңтай тұрған сияқтанды. Қай жағына ауарым білмей, таразы дірілдеп ұзақ тұрып қалған сияқтанды. Бір кезде оның Меңтай жақ басы дір етіп қозғалып, бұлдырап кетті. 4 жыл бірге болған майдандас достарым есіме түсті. Ол кездегі бәріміздің бірінші арманымыз жауды жеңу болса, екінші арманымыз соғыстан соң бір жақсы жар құшып, жарасты өмір кешу еді. Кей жолдастарым осы арманына жетпей өліп кетті. Тұмажан да көкірегіне сондай арман тұтып аман келген азамат шығар. Ендеше оның сертескен қызын бұзып алу солдаттың солдатқа жасаған қиянаты болар. Мұным алдамшылыққа жатпас, арсыздықпен шектесер деп бір ойладым. Жоқ, қыз мені жақсы көремін деп тұр ғой, ендеше неге бөгелемін? Бұз дейін уәдеңді, бұздырайын деп тағы қобалжыдым. Осы кезде баяғы танкпен жекпе-жек шайқасқанда өлген өз достарым көз алдыма келді. Олар бірінен соң бірі, жоқ, сержант, өйтпе, азғырма солдаттың сертескен қызын, деп бастарын шайқап тұрғандай боп көрінді. Наводчигім өзіммен өте сырлас еді. Сәлима күйеуге тиіп кетіп, мұңайып отырғанымда ол келіп арқамнан қағып, жар табылса жан табылады, сержант. Уайымдама, деп жұбатқан еді мені. Сол наводчигім ерекше мұңайып, жан табылса жар табылады ғой, сержант, сен тірі қалдың. Жаны кеудесіндегі кісінің жары жолында алдында емес пе? Тағы ілгері жүр, іздеп табасың әлі. Бүркітбай сенің Сәлимаңды бұзып алғанда күйінгенің есіңде ме?
ендеше өзіңмен қарулас болып, жеңісті бірге шыңдаған солдаттың жанын жаралама, сержант, өтінемін, деп тұрғандай болды. Солдатты қадірлегендіктен, қызды сүйгендіктен өйте алмаймын мен. Жоқ, Меңтай, олай болса, дейді еріндерім дірілдеп, өн бойым қалтырап. Мен саған сертіңді бұз дей алмаймын. Алты бақан тепкен екі адамның бірі төмендегенде, екіншісінің шырқап жоғары көтерілетіндей, таразының Меңтай жақ басы биікке бір-ақ шықты. Онда буынсыз жерге пышақ ұрып, орынсыз қинағаныма ғапу ет. Міне, осылай дедім. Бұлай дейтінім, тілі шабан, тілегі жүйрік ауыл баласымын ғой мен. Әккілігі жоқ, аңғал, адал көңілдің жүрегіме бала жасымнан ұйып, ұялаған арылықтың сөзін айттым. Адалдық, тазалық, шыншылдық, туралық, емшек сүті, мектеп өнегесі, әскер тәрбиесімен бойға сіңген қасиетім ғой менің. Меңтай жұбатқандай болып, енді менің қолымды сипады ақырын. Сіз ренжімеңіз ағай, деді біраздан соң. Біздің курстағы қыздардың бәрі де сізді жақсы көреді. Олардың бірен сараны болмаса, бәрі де жақсы қыздар. Әсіресе Майра қандай жігітке болса да адал жар, ақпейіл дос, сенімді серік бола аларлық жан ғой. Сонымен мен Меңтайға бірінші рет ашық түрде сөз айттым. Ол қарсылығын осылай қамқорлықпен елжірей отырып білдірді. Меңтайдың қарсылығының өзі маған қош айтқандай боп көрінді. Ойын айтып болған соң ол өн бойы қалтырап, сәл діріл қаққан тәрізденіп, орнынан тұрды. Енді кішкентай бөгесе, өзін өзі ұстай алмастай көрді-ау деймін. Қолымды босатқысы да келмей, босатпай да тұра алмай, әлденеге күйбіжіктеп бөгелгендей болды. Сонсоң тез-тез басып жатақханаға қарай жөнеле берді. Қолды пышақ кесіп кеткенде адам оның ауырғанын бірден білмейді. Сол сияқты өзімді өзім аяусыз жаралағанымды мен де Меңтай жанымнан ұзай бастағанда бірақ білдім. Алдыңдағы бір отар қойды қақаған қатты қыз жұт болып жалмап, қотан шетінде таяғын ұстап, жалғыз қалған сорлы шопандай күйде болдым мен. Менің қолыма түсер деп дәмеленген бар байлық Меңтайдың махаббаты еді. Одан айырылып, әп сәтте жұрдай боп жұтадым да қалдым. Өстіп, ескі түрік қағанаты кезінен қалған тас мүсіндей серейіп тұрдым да, ілбіп үйге қарай аяңдадым. Аяғыма батпан байланып қалғандай, әрең қозғаламын. Әр аттаған сайын жер басып келе жатқандай емес, қара жердің астына шымырлап батып бара жатқан сияқтанамын. Аттаған сайын. Енді маған Меңтай жоқ деп күбірлеймін өз-өзімнен. Сол кезде Никольск шіркеуінің ыңырана күрсіне шыққан үні келді құлағыма. Ол да маған, енді саған Меңтай жоқ деп тұрған сияқты болды. Менің жүрегімдегі Меңтайға деген соңғы үміт үзіліп кеткендей болды. Мен сүрініп шайқалып кеттім. Сол кезде өзімді шыңнан шыңырауға құлап бара жатқандай сезіндім де жалма-жан жолдағы қарт теректі құшақтай алдым. Оған мұңымды шаққандай өкіріп өксіп қоя бердім. Ертеңінде мәңгіріп дел сал болып қалыппын. Әлдекім мені сойыл сілтеп, соққыға жығып, аяусыз жаулықпен естен тандыра ұрып кеткен сияқты да болады. Сондай күйге түстім де, түске дейін төсектен тұра алмай тұралап жаттым. Махаббатта күйреу де соғыста жасанған жаудан жеңілуден кем болмайтынын мен сонда білдім. Студенттің бақырауық түйедей бажылдақ темір кереуетін қайта-қайта сықырлатып, бір жамбасымнан екінші жамбасыма аунақши беремін. Өлі тиіп жатқан қойдай тыпырлаймын. Бірақ маған өлі тиген жоқ, тірі тиген. Тірі болғанда мылтық кезеп, қылыш суырып қырқыса кетер жау емес, маған тиген қарусыз қыз. Ол маған жау пиғылын, жат мінезін танытқан да жоқ. Күліп жүріп, күлімсіреп тұрып, ең ақырында көзінен бұрқ еткен ыстық жас шығарып, мені осындай күйге, аурудай халге ұшыратты. Сол мен үшін қайғылы түннен кейін Меңтайды ертеңінде кешке театрда кездестірдім тағы да.
1-2 минуттай ғана қасында тұрдым. Содан кейін мен оны расында да бірнеше күннен соң бір-ақ көрдім. Бәлкім 1 аптадан кейін де болар шамасы. Түнде Жомартбек, Пернеш, Төлеубек үшеуі шырт ұйқыда жатқан сағат 1-дің мөлшерінде жатар алдында аз ғана ауа жұтпақ боп аулаға шықтым. Ауладағы Меңтай екеуміз ажырасқан орындыққа еріксіз көз салдым. Осындай оңашада анада Меңтай отырған жерге барып отырғым келді. Неге екенін білмеймін. Ол отырған орындықтың тақтайын алақаныммен бір сипасам деп ойладым. Бәлкім онда Меңтайдың жұмсақ қолдарын қайта-қайта сипағаным еміс-еміс есіме келген болар. Сол сәтте орындықтың қатты тақтайы қыз қолы емес екенін ескермегенде шығармын. Қарасам, оңаша орындықта айнала құлаққа ұрған танадай жым-жырт тыныштықта бұйығып біреу отыр. Жақындап келсем, Меңтай екен, жағын таянып, шынтағын тізесіне тіреп, төмен қарап қалыпты. Менің тықырымды да сезбегендей селт ететін емес. Жүрегім кеудемді ұрғылап, тағы да дүсілдеп қоя берді. Жүрсеңші, жүгірсеңші, Тұмажанды таста, мені сүй деп жалынсаңшы Меңтайға, аяғына жығылсаңшы жылдам, деп тағы да зарлап, жылап жіберген іспеттенді. Енді Меңтайдың жанына жақындамаспын, оған ешқашан бір ауыз тіл қатпаспын деген антымды мен бір жолата ұмыттым. Жел қуған қаңбақтай домалап, жанына жетіп барғанымды өзімде аңғармай қалдым. Сәлеметпісің, Меңтай? 7 түнде неге жалғыз отырсың? Бір жерің ауырып отырған жоқ па? Жабырқаусың ғой өзің, дедім оған бірнеше сөзді бірақ лақ еткізіп. Бірнеше күн кездеспегендіктен бе, ол маған шынында да ауырып, жүдеп қалғандай боп көрінді. Жоқ, қазір саумын ағай, деді Меңтай жауап сәлемін айтқан соң. Жай басым ауырған соң далаға шығып едім. Бірсыпырадан бері қайда болдың? Ауырып үйде жаттым. Не дейсің? Қыздар маған айтпады ғой. Мен қыздарға айтпаңыздар, ағай босқа мазасызданбасын дегенмін. Отырыңыз. Мазасызданады деп менің қамымды ойласа, онда әлі менен безбегені ғой. Кетәрі емес болғаны ғой, деп ойладым мен қуана бастап. Мүмкін Меңтай менің әнеугінгі өтінішімді қабылдаған шығар. Сонда мен де сізді жақсы көремін деп еді ғой. Бәлкім сол жақсы көргені жеңген шығар. 10 күн ойлап, менің тілегімді қабылдауға бел байлап, бүгін мені әдейі күтіп отырған болар. Меңтай, дедім мен оның қасына отырғаннан кейін, әнеугінгіден оның қолдарын қос қолымның арасына алып, мен, я, сіз, деді Меңтай қоңырау үнмен. Өткен жолы сен Тұмажанды таста деңізші, уәдеңді бұз деңізші, сіз солай десеңіз, мен бұзып ақ кетейін деп едің ғой. Мен солай дегелі келдім саған. Сөйтші Меңтай, мен сені жанымдай жақсы көремін. Жоқ ағай, кеш қалдыңыз, деді Меңтай қапалы үнмен. Неге кеш? Деп мен оны өткен жолғыдай етіп, тағы да құшақтай бастадым. Жоқ, енді болмайды ағай, деп Меңтай құшақтатқысы келмей, бойын аулақтата берді. Неге болмайды? Дедім мен оны бас салып құшақтағаныма әрі қысылып, әрі оның өткен жолы емес, дәл бұл жолы бұлқынғанына таңданып. Өйткені болары болды, бояуы төгіліп қалды, деді ол менен сәл алысырақ сырғып барып, төмен қарап отырып. Соншама бір солғын бәсең үнмен. Бәріне өзіңіз кінәлісіз. Осылай деп солқылдап жылап жіберді. Орамалын алып, бір қолымен бетін басып, өксіп отырып қалды. Мен не істерімді, не дерімді білмедім. Бар болғаны қыздың жанына жақындап, оның бос екінші қолын екі алақаныммен қайта-қайта сипай бердім. Оған қанағат қылмай шашын сипадым. Біраздан соң ол өксігін басып қайтадан сөйледі. Әнеугүні сіз театрға Тұмажанды ертіп әкелдіңіз. Сіз бен екеуміз осы арада отырып сөйлесетін түннің ертеңінде мен сол күні одан қашып, оны көрінбейін деп театрға кетіп едім. Оның бұл мейрамда қалайда келетінін білгенмін. Сіз театрда бізді табыстырып кетіп қалдыңыз.
Содан ол 3 күн жатты, мені босатпады, деді қыз тағы да солқылдай жылап. Содан соң бітті, бәрі бітті. Сол күні мен төсекте езіліп, күні бойы жатып, кешке таман жатақханадан сыртқа шыққанмын. Шықсам, аулада кешеге Меңтай екеуміз қоштасқан орындықтың үстінде бірсыпыра таныс студенттер карта ойнап отыр екен. Солардың қасына бардым. Күн жексенбі және мейрамға 1-2 күн қалғандықтан ба, әйтеуір студенттер көңілді екен. Мені көре сала олар орталарына шақырды. Кел Ербол, деді Төлеубек. Карта ойнаймыз. Күні бойы ұйықтап, басым күп боп ісіп кеткен шығар сенің. Мен басымды шайқадым. Неге ойнамайсың ба? Ойнай білмеймін. Ең аяғы 5 картаны да білмейсің бе? Я. Төлеубек қарқылдап кеп күлді. Карта білмейсің, темекі тартпайсың, арақ ішпейсің. Сонда сен не білесің осы? Төке, ол сабақ оқуды ғана біледі, деді Жомартбек. Жүріңіз кәне, кезек сіздікі. Жігіттер мені жайыма тастап, құлаштай соғып картаны өздері ойнай берді. Осы кезде жатақхана қақпасынан елбелектеп бір сақа, бірі жастау 2 жігіт кіріп келе жатты. Сақасы едіреңдеп алға шығып, біздің қасымызға тоқтай қалды да, жігіттер амансыңдар ма? Деді. Карта ойнап отырғандар оған оншама мән бере қойған жоқ. Аманбыз дей салды да отыра берді. Едіреңдеген жігіт маған көз тоқтатты да үстімдегі гимнастеркамды көріп, «Әй, сен өзің солдат болып едің, әлде солдат көйлегін киіп отырсың ба?» деді нақ бір мені тексеруге келгендей бірден тергей жөнеліп. Мен оның бетіне қарадым. Дауысы шіңкілдек, мінезі ожарлау, қаймыжықтай жұқа ерінді, бітік көздеу келген талдырмаш сары жігіт екен. Жаңа өсіп келе жатқан тікендей тікірейген сүйкімсіз шашы бар. Су жаңа әскери киім, шұға галифе, гимнастерка, офицер белбеуі, жып-жылтыр қара хром етік, тек фуражкасы ғана жоқ. Екіншісінің үстінде де көнетоз солдат киімі бар. Я, солдатпын, дедім мен басымды көтеріп. Солдат болсаң бергел, деді ол маған командирімдей ақ өкім сөйлеп. Мұның менде не шаруасы бар ай, деп ойладым да орнымнан тұрдым. Ол мені үйдің бұрышына таман алып келді да тағы да тергей бастады. Сен студентпісің? Я. Қай факультетте оқисың? Мен оны да айттым. Қай курстасың? 3-де. Мен тарих филология факультетін айтқанда ол ежіреңдеп қалып еді. Ал 3-ші курста оқитыным оның шамына тигендей боп тіпті шатынап кетті. Онда сен Ербосынованы білесің бе? Меңтайды ма? Білемін, дедім әлденеге жүрегім су ете қалып. Қалай білесің? Бірге оқимыз ғой. Басқа ештеңің жоқ онымен? Мен сәл үндемей тұрдым да жоқ дедім. Ол менің бұл жауапты кідіріп барып бергеніме күдіктенгендей болды. Сенерінде, сенбесінде білмегендей, бетіме шегір көзін сығырайтып, тағы да тесіле қарады. Ендеше сен оны осы қазір бізге шақырып әкеп бер, деп бұйырды ол. Енді мен оның бетіне тесіле қарадым. Бақсам, жігітім ептеп жұтып алған екен. Маған өктем сөйлеп жүргені де содан болу керек. Я, маған өктем сөйлеп жүргені де содан болу керек. Шабуылға шығарда сілейі арақ ішіп алып, ес түсін білмей, оққа қарай жүгіретін Фриске ұқсауын, дедім мен оны ішімнен кекетіп. Кім шақырды деймін? Онда не шаруаң бар? Дегендей сары шегір маған тіктене қарады. Көзі от шашқандай қанталап кеткен екен. Мұрт есерлеу адамның әлпетін танытты. Ол көзін тікендей қадап, қанша ежірейсе де мен орнымнан қозғалмай тұра бердім. Сары шегір оның өз жөнін білмей, шақырып бермесімді ұқты да мойнын күжірейтіп теріс айналды. Ағаң шақырады, Тұмажан келіп тұрды, деді шіңкілдеп. Мен селк ете түскендей болдым да оның бетіне қайтадан жалт қарадым. Қалыс естіген жоқпын ба деп қайыра сұрадым. Кім дейсіз? Тұмажан Ошақбаев, деді ол маған жеке сөйлеп. Саңыраумысың өзің?
Но соғыста артиллерист болғамын, дедім мен де оған тіктеп сыздана қарап. Содан қалған құлағымның мүкісі бар. Мен бұл сөзді шегір сарының әкіреңдегеніне ыза болып айттым. Қанша ыза болғанымен шыным да сол еді. Бар қиратқаным даусымды көтеріп айтқаным болар. Бірақ бұған өзімнің де айызым қанбағанын сездім. Содан соң лақ еткізіп аузыма келген бірінші сөзді және айтып қалдым. Көп болса, қыз жібегін іздеп келген төлеген шығарсың. Бірақ мен саған Бекежан емеспін, әкіреңдеме өйтіп. Осылай дедім де жалт бұрылып кетуге ыңғайландым. Алғашында қайтадан карта ойнаушылардың қасына барайын деп ойлаған едім. Сонсоң осы дәлірге ашуланып қайтемін, барып айта салайын дедім де жатақханаға қарай кеттім. Меңтай бөлмесінде жоқ екен. Майра екеуі театрға кетіпті. Қай театрға деп сұрадым қыздардан, оның үйде болмағанына бір жағынан қуанғандай, бір жағынан өкінгендей болып. Драмаға. Екі жігіт мені тосып тұр екен. Сары шегір темекі тартып, көк түтінді көмейлете жұтып шиыршық атады. Қасындағысы мені көргенде елең етіп, үсті басын түзеп, әрек боп қалды. Сары да екі саусағын белбеуіне тығып жіберіп, қораздана бастады. Меңтай үйде жоқ, дедім мен олардың қасына онша жақындамай тоқтап. Қайда кетіпті? Деп сары шегір тағы да әкірең ете қалды. Театрға. Қасындағы жолдас қызы да жоқ па екен? Деді екінші жігіт сәл қысыла үн қатып. Майра қайда екен? Деді Тұмажан онымен жарыса. Екеуі де кетіпті. Қай киноға дейсің? Деп сары шегір қайта сұрады. Киноға емес, театрға. Өзің саңырау емеспісің? Деп мен де оны шағып алдым. Тұмажан менің кекеткеніме мән бермеді. Қайта сұрақ қойды. Ол қай жерде, алыс емес пе? Жоқ, алыс емес. Осыдан 3-4 квартал жерде, Дзержинский мен Виноградов көшелерінің қиылысында, дедім Никольск шіркеуі жақты нұсқап. Мен олардың қасынан өтіп, жаңағы қарташыларға қарай беттедім. Зығырданым қайнап, өзімнен өзім ыза боп келе жаттым. Неге ашуланғанымды және білмеймін. Осы кезде сырт жағымнан «Ағай, тоқтаңызшы» деген дауыс естілді. Мойнымды бұрсам, сары шегірдің жолдасы екен. «Ағай, ана кісінің сөзіне ашуланып қалдыңыз ба? Ол кісінің мінезі солай». Майданда батырдың жолдасы болған кісі, өзі де ер мінезді адам. Меңтай оның қарындасы емес, уәделескен қызы. Жаңа оны өзіңіз дәл тауып айттыңыз ғой. Алда мейрам келе жатқан соң, сол кісіге жолығып қайтайық деп, ауылдан, сонау Нарыс станциясынан келіп едік. Оның үстіне ана кісі Меңтайдың бір жақсы құрбысы бар, соны саған таныстырамын деп сүйрелеп болмады мені. Менің де әскерден келгеніме 2 ай ғана болған еді. Өзіңіз де солдат екенсіз. Сізден өтінішім, мына 2 солдат бауырыңызды театрға ертіп апарсаңыз екен. Біз оның қай жерде екенін білмейміз ғой. Ағай, мен сізден жалынып өтінемін. Осылай деп Тұмажанның жолдасы лақ еткізіп бар сырын бірақ айтты. Және іші бауырыма кіре өтініш етті. Мен бұл жас жігіттің тілегін қайтара алмадым. Осы жігіт үшін екеуін театрға алып бармақ болдым. Үшеуміз Никольск базарын басып өтіп, шіркеудің жаны мен базар маңындағы ескі үйлерді артқа тастап, алдымен Тұңған көшесіне, одан соң Амангелді көшесіне шықтық. Жас жігіт екеуіміз анда-санда тіл қатысып қоямыз. Одан жөн сұрадым. Ол Нар ауданындағы бір колхоз председателінің баласы екен. Аты Ерғазы. Бұл әскерде жүргенде әкесі ауылдағы біреудің қызын әпермек боп уәделесіп қойыпты. Бірақ жігіт оны ұнатпапты. Қасындағы ағайы бір күні ауылдарына уәкіл болып келіп, үйлерінде қонақ болып отырып, мен саған Алматыдан қыздың көкесін тауып беремін депті. Сонымен ол мұнда қыздың көкесін іздеп келіпті. Ерғазы қалқан сырын осылай шелектеп соғойғанда етіп, тағы бір ақтарып салды да, кейінірек келе жатқан Тұмажанға естіртпей, бұл кісі аудандық мекеменің меңгерушісі деп қойды. Өзбек көшесін кесіп өтіп, драма театры тұрған Дзержинский көшесіне келіп тірелдік. Театр осы
дедім мен. Көше жақ қабырғасында кішігірім қазандай аспалы сағаты бар, бүйіріне сыған әйелдерінің киіміндей әртүрлі алабажақ афиша қағаздары жапсырылған жатаған өзен пароходына ұқсас үлкен үйді нұсқап. Бұдан біз қалай табамыз, деді Ерғазы апалақтап. Билет алып ішіне кіріңіздер. Қазір ойын басталып кетті екен. Басталған болар. Бірінші ақ бітіп, жұрт үзіліске шыққанда тауып аласыздар ғой. Арттан ырғала басып Тұмажан келді. Сонсоң бұрылып өз жөнімен кетуге оңтайландым. Тоқта, сен қайда барасың? Деді батырдың жолдасы дегбірсізденіп. Театр осы, керек кісілеріңізді осыдан іздеп тауып алыңыздар. Әй, сен тауып берсеңші, біз қалай табамыз? Бағанағыдай емес, батырдың жолдасы жұмсарып қалыпты. Бұл жолғы үні тіпті жалыныштылау болып шықты. Батырға да жан керек деген емес пе? Театрға келген қалың жұрттың ішінен өзіміз таба алмаспыз деп қорыққан болу керек. Ағай, сөйтсеңші деп Ерғазы қоса жалынды. Мен олардың бұл өтінішін тағы да жерге тастай алмадым. Ішке кірсем, фойеде кассирден басқа ешкім жоқ екен. Ойынның басталғанына жарты сағаттай болыпты. Бірақ билет бар екен. Мен қойны қоншымды тінтіп, әрең дегенде балконға кіретін билеттің ақшасын жинап алдым. Бұл ертең тамақ ішуге тиісті ақшам еді. Намыстанамын деп жаңағыларға ақшамның жоғын да айтпадым. Ішке кіріп, қараңғы дәлізбен өзіміз әзілдеп, студенттер ложасы деп атайтын балконға көтерілдім. Қап-қараңғы есіктен ішке бас сұқтым. Сахнада сәнді сарай көрінеді. Бұл Қобландыға жау ел Қызылбас жұртының қаны Көбіктінің сарайы. Сарай алдында кек-кекелеп, өзінен өзі қойқаңдап батыр Қазан жүр. Осы арада сыртта қалған Тұмажан ойыма түсті де, екі заманның екі есер батырының бір-біріне ұқсауай, дедім ішімнен. Бір жақтан сыздана ақшаңдап, Алшағыр батыр және шықты. Екеуі хан қызы қарлығаға таласып, біріне бірі сапы ала жүгірісіп, текедей тіресті де қалды. Балконның ең артында түрегеп тұрып көрген бұл көрініске мен мырс етіп тағы да күлдім. Жаңағы Тұмажан екеуміздің жатақхана жанында шапысқанымыз ойыма түсіп кетті. Бұлар да қызға таласып жатыр екен ғой, дедім ішімнен. Сахнада бұдан кейінгі көріністерге жете назар аудармадым. Бар болғаны Көкіланның шашы жалбырап, зу-зу арзу деп сахнада ұшып жүргені. Қарлығаның өзіне құмар қос батыр Қазан мен Алшағырға қыр көрсетіп, жалаң қылышты жарқылдата би билегені есімде қалды. Бір кезде жарқ етіп шам жанды. Жұрт орындарынан тұра бастады. Үзіліс болғанын мен сонда ғана білдім. Жалма-жан балкондағы жұртқа бір, төменге бір қарап, өзі арық мойымды қылқаңдатып соза бастадым. Жоғарыға шапшаң көз жүгіртіп, төмендегі жұрт арасынан іздеуге асыққандықтан ба, балконда біздің қыздар жоқ сияқты көрініп, тез төмен қарай жүгірдім. Жан жағыма алақтап, көз салып, әркімге бір тесіліп қарап, елпеңдей басып келе жаттым. Ағай, кімді іздеп жүрсіз? Жалт қарасам, Майыр екен. Қасымда Меңтай тұр. Сендерді дедім, қуанып кетіп. Қайда отырсыңдар өздерің? Бағанадан бері шарқ ұрып таба алмай жүрмін. Сөйтсем, олар балконда нақ менің алдымда егімнің астында отырыпты. Мен жарты сағаттай қараңғыда солардың желкесінде тұрыппын. Иә, ал неге біз іздедіңіз? Деп сұрады Майра. Меңтай да бетіме қарады. Бұл сұрақты ол маған үнсіз қойды. Менің жүзімнен өзіне аса қажет бір нәрсені іздегендей боп, қымсына, қиыла, үміттене, үзіле қарағандай болды. Тобарсыңқырап тұрған жұқа еріннің жиегін күлкі қозғап өткен іспеттенді. Содан соң лезде ерінін жымырып, орынсыз келген күлкіні қымтап, тас қылып бекітіп тастаған сияқтанды. Жай, бір кісілер іздеп келген екен екеуіңді. Солар тауып бер деген соң. Я, ол кім? Деді Майра сөзімді аяқтатпай маған қарай сол ентелей түсіп. Меңтай үндемеді. Қайта менің бір кісілер екеуіңді іздеп келіпті деген сөзім оның иығынан батпан болып басқандай, жаңағы күлкі қозғаған ерінін жазалағандай боп
аяусыз тістелеп төмен қарады. Қандай кісілер, әйел ме, еркек пе? Айтсаңызшы тез. Екі жігіт, бірі Меңтайдың ағасымын, атым Тұмажан дейді, дедім мен бәсең солғын үнмен. Меңтай селк еткендей болып теріс айналып кетті. Неге келдіңіз оларды? Әкелмеуіңіз керек еді ғой, деді қынжылған қалып білдіріп. Мен сасып қалдым. Біреуге істеймін деген жақсылығым, екінші біреуге жамандық болар деп ойламаған басым, не айтатынымды, не дерімді білмедім. Жік жапар боп жалынған соң, қайдан білейін? Және уәдем бар деп айтып едің ғой өзің. Меңтай қиналғандай боп басын чайқады. Онысы уәдем жоқ дегені ме, әлде тағы да бекер әкелгенсіз дегені ме, оны мен анық ұға алмадым. Ендеше көргемін жоқ, таба алмадым деп айтыңызшы, деді ол жалынғандай боп. Мен қысылдым, не дерімді білмедім. Бәрі аузыма түскені. Меңтай-ау, мен қалай өтірік айтамын деппін. Иә, рас ағай, не деп өтірік айтады, деді Майра. Жүр шығайық, әдейі іздеп келген кісілерге шықпау ұят болады. Ол Меңтайды білегінен ұстап, сыртқа қарай икемдеді. Меңтай басын чайқап күрсінді де, ал баста дегендей ишара жасады. Байқасам, бетінде қан қалмай, бейне бір өлімге бара жатқан адамға ұқсап, қуарып кетіпті. Мен өзімді Меңтайды жігітімен жүздестіруге емес, дар ағашына қарай айдап дара жатқан жендеттей сезініп, қалбақтап алға шықтым. Онда мен жоқ екен деп айтайын, дедім ғой. Қыздар менің бұл сөзімді естімеді ме, естісе де енді кеш деп елемеді ме, ілбіп ілгері жүре берді. Жігіттер сыртқы дәлізге кіріп, бір бұрышта күтіп тұр екен. Шегіргөз сары қыздарды көргенде құбылып сала берді. Жымыңдап, жылмайып, маймаңдай басып бізге қарай ұмтылды. Еріліп, иіліп, еңкейіп келіп Меңтайға басиды. Аяғын сарт еткізіп жіберіп, оның қолын алды да алдымен ернін тигізді. Сонан соң алақанын апарып бетіне басты. Меңтайдың қолын жайлап босатып, тез Майраға қарай бұрылды да аяғын тағы да сарт еткізіп, жаңағы жасағандарын жылмия тұрып қайталауға кірісті. Апырай, мына Томажан бір емес екі кісі болып шықтау, деп ойладым мен оның мына қылықтарына қарап тұрып. Жаңа ғана маған соншама сызданып еді. Енді қыз алдында құрдай жұрғылауын қарашы. Бекештер өздерің қашып ұстататын емессіңдер ғой, деді ол қыздарға қырлана үн қатып. Бізді аяғымыздан тұсап арқандап кеткен ешкім жоқ шығар, деді Меңтай сабырлы үнмен. Шегіргөз сары иығын қозғап, ұрымбақ болып қопаңдап қалып еді, одан бұрын Майра сөйлеп кетті. Иә, Меңтай түні бойы қатты ауырып, түске дейін төсекте жатып еді, деді ол. Содан соң бой жасайық деп театрға келдік. Әйтпесе әр қашанда үйдеміз ғой. Шегір сары Меңтайға қадалып, оның шынында да жабырқап тұрғанын көрді. Сондықтан ол оқталған сөзін айтпады. Ал қош болыңыздар, дедім мен кетуге ыңғайланып. Ағай, сізге рахмет, деп Ерғазы келіп қолымды алды. Сіз болмасаңыз біз таба алмайтын едік бұл кісілерді. Тұмажан жай ғана иек қақты. Меңтай үнсіз төмен қараған күйде қалды. Майра көзінің астымен Меңтай мен Тұмажан екеуіне кезек-кезек қарай берді. Мен енді қайта театрға кіре алмайтынымды, кірсем де орнығып отырып, ұғып ойын көре алмайтынымды сездім. Театрдан шықтым да, ішім толып бара жатқандай боп жатақханаға қарай жүгірдім. Өкпеп күйгенде барып, бір ақ тоқтадым. Ненің қуанышы қуалап жүгіргенімді өзімде білмедім. Жоқ, ол қуаныш емес еді. Бағанадан бері денесінде снарядтың жарықшағы қалған жаралы адамдай күйде болатынмын. Енді сол жарықшақ қозғалып, жанымды шығара бастады. Апырау, неге ертіп әкелдім осы екеуін сөлпеңдетіп, деп бір өкіндім. Мен әкелмегенмен олар бірін-бірі бәрібір табады ғой, деп қайтадан өзімді өзім жұбаттым. Меңтайдың өтінішін орындап, қыздар мұнда жоқ екен деп, неге ғана өтірік айтсам, аузым қисайып кетпейтін еді ғой, деп
және қиналдым. Қой, өлсем де өтірік айтпаспын деп, ол ойыма тағы да қарсы болдым. Мені мұншама ойға қалдырып, жанымды қинаған жарықшақ қызғаныш пен өкініш еді. Мен Меңтайды уәделескен жігітінен қызғандым. Мен оған берген уәдеңді бұзба дегеніме бір өкінсем, енді екеуінің қолдарынан жетектегендей боп, біріне бірін табыстырғаныма және де өкіндім. Өкініш пен қызғаныш өксік болып, тамағыма кептеліп еді. Ол күні осылай болғанды. Сол 3 күн бойына сізді ойыма алумен болдым. Меңтай күрсініп қайтадан сөзін жалғап, Тұмажанды тасырлап, одыраңдай театрға жетіп келгенін-ақ ішім жаратпап еді. Оны сол ұнатпаған болды, ағай. Меңтай булығып, қыстығып сөйледі. Әлденеге құса болған адамның қалпымен ішіндегі ешкімге жария етілмес жасырын деген сырын ақтарды. Ол мені ерік алдыма қоймай, жүргенімізде Майрадан бөліп оңаша үйге алып кетті, деді Меңтай орамалы мен көз жасын тағы бір сүртіп алып. Майра анау жуас жігіттен құтылып кетіп, шарқ ұрып мені іздепті. Бір қаланың ішінен бір адамды табу, бір мая шөп ішінен жоғалған иені іздеумен пара-пар ғой. Таба алмапты. 3 күннен кейін ана пәледен құтылып үйге келсем, менен айырылдым деп жылап сықтап Майра жатыр екен. Келгенімді көріп, жаны қалмай қуанды ғой ол байғұс. Келгенімді қайтейін, кеше ғана қыз боп аттап жүрген табалдырығымнан енді басқа боп аттаған соң. Жұрттың бәрі маған Тұмажанның не істегенін біліп отырған сияқты болды. Маған бәрінен де сол батты. Бөлмедегі қыздардың бетіне қарай алмадым. Тұмажан ойыма түскенде сол сұммен қалай бірге жаттым деп, өз денемнен өзім жиіркендім. Тұмажанның дегеніне көніп, оны ұнатпай тұра, осалдық жасағаныма өкіндім. Ішім удай ашыды. Оған неге көнгенімді, жетегіне неге ергенімді өзім де білмеймін, сенсеңіз. Содан соң сізді есіме алып, және жылай бердім егіліп. Осы 1 жылдың ішінде сізге сондай бауыр басып кеткенімді сол 3 күнде бірақ білдім. Сыртқа сезірмесем де, маған сіздің адалдығыңыз, әділдігіңіз, ақ көңілділігіңіз ұнайтын. Жаныңыздың жұмсақ, жүрегіңіздің мейірбандығын жаратушы едім. Көпшіл көңіліңіз, адамға деген қамқорлығыңыз жанымды тебіренте тербейтін. Ата-анадан, сүйген қыздан, сүйікті достан айырылып қалған күйініш қасіретіңіз, олар жайында адал көңілмен бәрімізге айтып ақтаратын мұңды әңгімелеріңіз жүрегімді елжіретуші еді. Сіздің маған деген оттай ыстық махаббатыңыз ерітіп, есімді алатын. Бірақ бұрын біреумен уәделесіп қойғаннан кейін сізге сырымды бермей, ұқпаған, елемеген, естімеген боп жүре беретімін. Еріп, елжіреп тұрсам да, шегедей қатты, шегендей берік боп көрінуге тырысатынмын. Меңтай аузынан бұл сөздерді естігенде мен өне бойым қалтырап, не болғанымды білмей кеттім. Қатты тістеніп, қайта-қайта басымды шайқай бердім. Оны мен білдім бе, Меңтай-ау, дедім онымен қоса жыларман болып, даусым дірілдеп. Өзің уәдем бар, сол кісіге сөзімді беріп қойдым деген соң, оның үстіне ағайымның өсиеті еді дедің ғой. Ой, ағай, сіз қызық екенсіз. Қай қыз жігітке айтқаның бола қойсын дейді. Көңілі бар қыздың болмайды дегені, болады дегені екенін білмейтін бе едіңіз. Сонда сіз анау Тұмажанға ұқсап, бауырыңызға қысып, босатпай қойсаңыз, онда мен сіздікі едім ғой. Ендеше әлі де кеш емес қой, дедім сөзім үзік-үзік шығып. Меңтайдың Тұмажанмен қосылып қойғаны көңілімді көптетіп, ішімді ашытса да, оны елемеуге тырысып. Әлі де өтінемін, Меңтай, мендік бол. Меңтай басын шайқады. Кіммен қарайсаң, сонымен ағар деген мақал бар қазақта, деді ол. Мен енді не болса да Тұмажанмен боламын, өйткені сонымен қарайып қалдым. Уыздай ақ күнімде қасыңызда, еркіңізде, құзырыңызда едім.
Үндемей жүріп, ішпен ғана сізді тіледім. Енді бәрі бітті, маған өкпелемеңіз, ағай. Осыны айтып, орамалымен бетін басып, Меңтай тағы да жылады. Мен не істерімді білмей, оның ақ білегінен ұстап, қоса қиналып, қолының басын қайта-қайта сипай бердім. Төбедегі шамның жарығы, орындықта отырған ақ жүзді, ақ мойын, ақ жүректі ару Меңтайдың сол сәттегі мұңды пішінін ұлы суретшінің майлы бояумен жасаған картинасындай етіп, менің жүрегіме мәңгі сақталып қалу үшін сансыз сәуле нұр мен өрнектер салып жатқан сияқты еді. Меңтай орнынан тұруға ыңғайланып, ең соңғы сөзін айтты. Еркек адам өзін сүймеген қызбен жау боп жамандасып кетеді деп білуші едім. Ең жоқ дегенде ол қызға теріс айналып, өш алу үшін басқан ізін аңдып, кекеп мұқап жүретін болар деп ойлайтынмын. Солай екені де рас. Ал сіз өйтпедіңіз, қасыма келіп, қал жайымды сұрадыңыз. Мен сіздің бұныңызға да шексіз ризамын. Рахмет, ағай. Меңтай орнынан тұрып, кібіртіктей басып, өз жатақханасының, бұл кезде ол Калинин көшесіндегі корпуста тұратын, есігіне қарай аяңдады. Менің қабырғам сөгіліп, іші бауырым езіліп бара жатқан сияқтанды. Әйел жанын ұғу оңай емес деген осы екен-ау деп ойладым. Тұмажанды жек көремін дейді, жақсы көретін кісіге және де бұрылмайды. Кіммен қарайсам, сонымен ағарамын дейді. Ағарасың ба? Ағарсаң жақсы-ау деп мен басымды қайта-қайта шайқадым. Меңтай есік алдына барып, кейін бұрылып, маған еліп бас изеді де ішке кіріп кетті. Ай батып, айналам түнек тартып, қараңғыға қамалғандай боп мен қалдым. Ойлап, ақыры мен университеттен кетуге бел байладым. Өзімді де, Меңтайды да қинамайын дедім. Ертеңінде университеттің сырттай оқу бөліміне ауысып, емтихан сынақтың бәрін келесі жазда келіп тапсыруға рұқсат алдым. Сонан соң газет қызметіне орналасармын деп көрші облысқа жүріп кеттім. Облыстық Алатау жұлдызы газетінің редакциясы мені жұмысқа бірден қабылдады. Газеттің аудандарға жүріп тұратын ісі болып, бара сала қызметке кірістім. 1947 жылы июльдің басында мен өзім тұрған облыс орталығынан пойызбен Алматыға сапар шектім. Университетке сырттан оқитындардың жазғы сессиясына қатысуға келе жаттым. Бір купеге балуан бітімді, ұзын қара мұртты қартаң қазақпен қатар жайғасқан едім. Біз отырғаннан кейін пойыз ілгері қозғалып, қайта кейін сырғып артта қалды. Көршім терезеге үңіліп, мен кітапқа бас қойдым. Сөйтіп уақыт өткізуге кірістік. Жолда Нар станциясынан біздің купеге жүзі таныстау сияқты бір жігіт келіп кірді. Мен быржиып семіре бастаған бұл адамды қайдан көрдім деп ойланып отырғанда, ол мені тани кетті. «Өй, сен солдат емессің бе?» деді салған жерден. «Иә, бірақ қайдағы солдат?» Қой, бұлталақтама, деді бейтаныс адам. Бірден сен деп сөйлеп, бейне бір менімен бірге өсіп, өмір бойы біте қайнасып келе жатқандай ақ. Сен Казгуде оқисың ғой. Өткен күзде көріп едің ғой, 7 ноябрьдің қарсаңында жатақхана жанында. Менің жүрегім зырқ ете түсті. Апырау, осы сол болмасын, дедім ішімнен оған абайлай қарап. Ұмыттың ба? Сен мені театрға ертіп апарып, Меңтаймен жолықтырғаның қайда? Анық сол болды. Иә, аман есенсіз бе деп мен қолымды ұсындым. Сіздің атыңыз, ұмытпасам, Тұмажан Ошақбаев еді ғой. Иә, оны қойшы. Саған жігітім, сол жолғы қызметің үшін көп рахмет. Сен болмасаң, мен ол жолы Меңтайды таба алмай кететін едім де. Оның несі? Деп танауын желбеңдетті сары шегір. Өзіңді білесің ғой, қыздың бойындағы ана несін, белгісін. Сол жолы сен кездеспесең, маған ол қыздың сонысы бұйырмайтын еді. Нардан Алматыға босқа далақтап барып қайтатын едім. Бірақ жолым болды. Жолы болғыш келеді мұндайлардың, деп ойладым мен ішімнен. Өзім де әттең қолыма түссе деп алақаныма түкіріп барып едім. Түсті ақыры.
Ей, құлындай шыңғырттым-ау өзінде, ошақ байып опық жемейді. Мен не дерімді, не істерімді білмей қызарып, қысылғанымнан терлеп кеттім. Ол мені әңгімемнің қызығына елтіп отыр деп ойладау деймін. Дарақыланып, жаңағы сөзін сол тұрпайы қалпында жаңадан жалғастырды. Ал үшінші күні қызың сүзектен тұрғандай боп, екі көзі шүңірейіп қалды. Кешке қарай көшеден такси ұстап әкелдім де, ішіндегі бар нәрін сорып алып, сыртындағы қабығын лақтырып жіберген лимондай етіп, қызды жатақхана жанына жеткізіп тастадым. Ол сең соққан балықтай теңселіп, салы суға кетіп, есікке қарай жылжыды. Ал мен бір рота немісті жалғыз өзім жайпағандай көңілім өсіп, нарға қарай тарттым да кеттім құйғытып. Ошақ байып опық жемейді. Ошақ байып опық жемейді деген мұның сөзінің мәтел екен. Әр сөйлемнің соңында осы бір дарақы жаттанды сөзді екілене қайталауды ол өзінің әдетіне айналдырып алыпты. Мен бұл парықсызға не айтарымды білмедім. Сіз қыздың ағасымен дос болмап едіңіз, дедім, бар аузыма түскен сөз осы болып. Болса несі бар? Онда тұрған не бар екен? Деді Тұмажан екі танауы едіреңдеп. Қыздың не үшін жаратылатын білесің бе өзің? Білмесең мен айтайын. Қыз қызық үшін, ләззат үшін жаралған. Осылай деп ол өз-өзінен тамсанып, тісін ақситты. Бұл тұста ол маған кісі емес, тісі сақылдап тұрған қасқыр сияқты боп көрінді. Қыз деген сөздің өзі қызды көріп, бүйрегін бүлкілдесін, бүйірін қыссын, оны көрсең лап қой, бас салда умажда деген мағынаны береді. Ал мен бас салдым да өмірдің өзіме тиісті қызығын көрдім. Кеше немістермен біз не үшін соғыстық? Осындай қызық көрмесек, а? Мен саған айтайын, бар ғой, дүние екі келмейді. Сондықтан жас күнінде тәтті қыздардың шырынын сорып қалу керек, мұна мен құсап. Ол жырқыштың тұяғы іспетті мұқыл саусағы мен өз кеудесін бір түртіп қойды. Содан соң қысық көзін одан сайын сығырайта түсіп, сөзін аяқтады. Жалғыз қыз ғана емес, өмірдегі тәттінің бәрінен өз үлесіңді үзіп, жұлып, жұлмалап алып қалу керек. Міне, мұны білетін Ошақ байып ешқашанда опық жемейді. Философиясын азғының, дедім ішімнен қаным қыз-қыз қайнап. Одан соң оның арсыздығын бетіне баспақ боп тағы да бір сұрақ қойдым. Қыз ағасының сізге айтқан өсиеті бар емес пе еді? Тірі қалсаң менің қарындасыма қосыл, қорған бол деп тілек етпеп пе еді? Сонда сіздің мұныңыз қалай болғаны? Ей, тоқтай тұр. Оны сен қайдан білесің? Тегі сенің сол қызбен бірдеңең бар шығар, түрің жаман, деп Тұмажан бетіме тесірейді. Көзі жыланның көзіндей өткір екен, кірпігін қақпады. Содан соң бейнебір менің кінәмді кешіргендей боп бардымсыз сөйледі. Жарайды, болса бола берсін, деп қолын бір сілтеді де сұрағыма жауап берді. Бірақ өлгеннің өсиетін тірі орындамайды деген бар емес пе? Сен оны білесің бе? Мен өзім өмірде осы қағиданы мықтап ұстайтын кісімін. Сен кісімісің, кісі бейнесіндегі қорқау емеспісің, дегім келді осы жерде. Бірақ ол сөзін аяқтасын деп үндемедім. Өлген адам өлді, топырағы торқа болсын. Ол өз-өзінен ыржалақтап, кеңкілдей күліп қойды. Өлген адамның жамбасы жайлы жерде жатыр. Ал тірі менің де ол тағы кеудесін түртті. Жаныма жайлы өмір кешуім керек. Ошақ байып опық жемейді деген. Осы сәтте әлде бір ерлігі есіне түсіп кеткендей, Тұмажан қаймыжықтай ернін жымырайтып, жымиып алды. Тілін шағатын жыланның тіліндей жалақтатып қойды. Өзім де қумын, деді ол содан соң аңғазданған боп. Оқ тиіп құлағаннан кейін қыздың ағасы өлетінін біліп, қарындасын маған тапсырды. Тірі қайтсаң көз қырыңды салып, қамқорлық жаса, менің орныма аға бол, деді. Оның қарындасының суретін талай рет көргенмін, сұлу екенін білетімін. Бір жаман ой келе қалды да, осы айтқаның рас болса, қарындасыңа деген бұл өсиетіңді қағазға жазып кет, деп қойын дәптерімді алдына тоса қойдым. Ол сорлының ойы шын екен. Өлетін адам өтірік айта ма?
Бейшара қолы қалтырап, сөз құрастырып жаза алмады. Сонсоң блокнотты шапшаң қайта алдым да ақ бетіне сүйкөктете жөнелдім. Анау өліп кетпей тұрып, тез қолын қойдырып алайын деп асықтым. Ақ қағаз бен оның қағаздай боп ағарып кеткен бетіне кезек қарап отырып, былай деп жаздым. Бауырым Меңтай, Тұмажан менің досым. Елге тірі барса, осының етегінен ұста, сенің басыңды қор қылмайды. Бұл менің саған өлер алдында айтқан өсиетім, бауырым, орында қалқам, ағаң Ербосынов. Осылай деп оған сүйемелдеп отырып, қолын қойдырдым. Не жазың деп сұрауға да шамасы келген жоқ. Тез қолын қойдырып алғаным жақсы болды. Өйткені Жүніс содан кейін бірден әлсіреп, сәл сұлық жатты да, біраздан соң өне бойы қақайып, ол дүниеге аттанды. Аяғында жақсы ботинкасы бар еді. Алдымен соны шешіп, обмоткасымен орап киіп алдым. Қалтасындағы заттарын, қойындағы қыздың суреті мен әдірісін алдым да, сүйегін сүйретіп бір шұңқырға апарып тастай салдым. Ошақбаев опық жемейді. Тым болмаса мынау сасық мәтелді осы жерде айтпасаң етті деп ойладым мен. Одан соң, бетінде жаппадыңыз ба? Дедім оған шошына қарап. Оның қажетіне, топырақ өзі де бүркеп алады, деді Тұмажан шімірікпестен. Ал сіз ол кісінің басына зират орнаттым деп келіпсіз ғой Меңтайға, дедім мен. Меңтайдың маған бұл адамның ағасына жасаған жақсылығын соншама сүйсіне айтқаны есіме түсіп. Сен оны да болады екенсің ғой, деп Тұмажанның жылан көзі маған тағы да чаншылаға далды. Содан соң көзін тез тайдырып әкетті де, өзіне өзі риза болғандай қарқылдай күлді. Қыздар ертегіні жақсы көреді. Ендеше сен оны біліп қой. Оның үстіне менің ол қыздың басын айналдырып, алдымен уәдесін алуым керек болды емес пе? Қыз бен командирдің алдында лыпылдап тұрмасаң болмайды. Сонда олар сенің сыртыңды ішің екен деп қабылдайды, өңді өзің деп түсінеді. Бірақ тәжірибелі командир сенің ар жақ бер жағыңды бірден аңғарады. Ал тәжірибесіз қыздар жігіт не ғұрлым жыпылдай берсе, соғұрлым соған қарай жығыла береді. Мен де сөйттім. Ошақбаев опық жемейді. Мен ерінімді тістеп, басымды шайқадым. Тұмажан өзінің арсыз қылығына өзі мәз болып, пойыздың терезесіне бір қарап қойды да әңгімесін жалғады. Соғыстан келген соң қызды Алматыға іздеп барып, ағасының сәлемін алды мен ауызша айттым. Сенбеді. Сонсоң қойнымдағы сары майдай сақтап жүрген блокнотты суырып алып, жаңағы сөздерді оқыттым. Дәптерімнің сол бетіне бір қызыл бояуда жағып қойған едім. Мынау ағаңыздың жарасынан тамған қаны дедім қызға. Осыдан кейін қыз байғұс оқ түйген жапалақтай боп жалп ете түсті. Өзің жапалақ, зұлым, дедім мен ішімнен. Оқ тиген үйректей деуге тілін келмей ме сұмның? Періштедей Меңтайды жапалаққа теңеуін бұл жауыздың. Өзі құзғын болған соң өзгені жапалақ деп біледі ғой, бұл сұмырай. Жалп еткені емес пе? Блокноттағы ағасының қолын танып, оны қайта-қайта бетіне басып, ағыл-тегіл жыладай кеп. Ақыры уәдесін берді. Бірақ бойына дарытпады. Асықпаңыз деп қарысып отырып алды. Әйтпесе мен оны сол жерде-ақ жайлап кететін едім. Ал асықпағанның арты жаңағыдай болды. Оқуды тастап маған тей, ауылға кетейік деп бірнеше рет хат жаздым. Көнбей қойды. Көнбесең дедім де, ол былш еткізіп былапыт сөздерді айтты. Мен елде үйе-күйе, қора-жайы, 3-4 сиыры бар шалқып отырған жесір жас бай әйелге үйлендім далдым. Тышқақ лағы жоқ студент қыздың қасында бұл дегенің шылқып жатқан байлық емес пе? Өйткені Ошақбаев опық жемейді. Тұмажан менің бас изеп мақұлдауымды күтті. Мен міз бақпай отырып қалдым. Үйленер алдында ол қызды ең болмаса бір жайлап кетейін деп, қалтаға ақшаны сықап, қасыма Ерғазыны алып, о дегенше апыл-ғұпыл әйда Алматыға тарттым да кеттім емес пе? Жаңа айттым ғой. Онда мына сенің көмегіңмен ойлағанымды орындап, 2 жылдан соң оқу бітіресің, содан соң бір жола аламын деп, қызды алдап, абыройым жосадай ағызып, қатынғып кеттім де, келе сала жаңағы әйелге
үйлендім. Енді маған бұл әйелім де бір, Алматыда қызбын деп жүрген Меңтайың да бір. Қыз атандыратын белгісі бойынан кеткен әйелдің айырмасы болмайды шырағым. Жоқ, бекер айтасың, дедім мен іштей зығырданым қайнап. Алтынды адал қолда, арам қолда ұстайды. Арам қол бір тигенге алтын арам болып қалмайды. Сол қадірлі қымбат күйінде қалады. Ендеше Меңтай сол саф алтын сияқты. Сен алтынға тиген арам қолсың ғой. Алтынды бір сипағанға арманымнан шықтым деп ойлайсың. Оны қорлап, қадірін кетірдім деп түсінесің. Жақсы қыздың абырой белгісі тәнінде ғана емес, жанында болатынын сен білмейсің, сұмырай. Меңтай бойындағы асыл белгі оның ақылдылығы, адалдылығы, арлылығы, жанының жібектей жұмсақтығы. Осы сөздер көмейіме келді. Лақ еткізіп айтып салсам ба деп те ойладым. Бірақ аузымнан басқа сұрақ шықты. Сіздің мұныңызды, үйленіп қойғаныңызды Меңтай біле ме? Дедім қыстығып. Ана жолы бұл сұмның өтінішін орындап, театрға ертіп барып, Меңтайға кездестіргенімді қылмыстай көріп, өзімді өзім жерледім. Меңтай мені сүйетінін неге аңғармадым, неге батылдық жасамадым, не деген соқыр, не деген ынжық едім мен, деп Тұмажан жасаған қылмысты өзім жасағандай қиналдым. Оның осы қылмысты жасауына аңқаулық, адалдықпен еріксіз көмекші болғаныма күйіндім. Білмегенде ше? Деді Тұмажан едіреңдеп. Олардың өткен қыстағы каникулы кезінде мен әдейі командировка алып Алматыға бардым. Ондағы ойым ол қызы тағы да бір жәукемдеп кету еді. Бірақ өткен жолғыдай емес, қыз қиғаңдап маңына жуытар болмады. Жалынып та айттым, қорқытып та айттым, көнбеді. Енді оқу бітіргеннен кейін бірақ қосылайық. Әйтпесе бойыма бала бітіп қалады. Сонсоң оқуды бітіре алмаймын деп бәлсінді. Тіпті ыза болғаным сондай, сол жерде бетіне былш еткізіп айттым да салдым. Ендеше сенің бір тиынға да керегің жоқ. Мен үйленгелі 2 ай болды. Сен құр тұлыпқа мөңіреген сиырсың деп, бірақ соны бекер айтқан екенмін деп өкінемін. Қызға өзімнің үйленіп қойғанымды айтпай, қатынға сездірмей, оқу бітіргенше оны да пайдалана беруім керек еді. Бірін бәйбіше, бірін тоқал етіп. Шыдамсыздық жасадым. Өйтпесіме тағы болмады. Жігіттік намысым жібермеді. Білсін бәлем, онсыз да күн көре алатынымды деп айттым да салдым. Қайдан шықса, одан шықсын деп. Ошақбаев опық жемейді ешқашан. Намысының түрін шошқаның, дедім, ішімді ыза кернеп. Оның бетіне былш еткізіп, түкіріп те жібергім келді. Немесе шарт еткізіп, жағынан шапалақпен тартып жіберсем екен деп ойладым. Өйтсем, бұл ит менімен төбелесе кетеді де, мені қазір милиция бұл түсетін бір төбеден қоса пойыздан алып қалып, тергеу, тексеруге салады. Сөйтіп уақыт босқа кетеді. Жазғы сессияға кешігіп қаламын деп, өзіме өзім амалсыз тежеу салдым. Анадағы қасыңызға еріп келген жігіт қайда? Дедім Тұмажанға теріс қарап отырып. Ерғазы ма? Ол бір ашық ауыз ғой. Алматыда қолына ұстатқан мынадай қыздан аузан қайып айырылып қалған, одан не сұрайсың? Жүр ауылда әлі күнге дейін, әйел ала алмай. Осы кезде пойыздың жүрісі баяулап, бір төбе станциясына жақындап қалды. Жұмажан шеті жемтір әскери сумкасын қолына алып, орнынан тұрды. Не қызмет істейсіз? Деп сұрадым мен одан, орнынан қоса түрегеліп. Осы мына бір төбе ауданында сақтық кассасының бастығымын, деді ол қолымен сол жақты нұсқап. Ақшаның көп жерінде екенсіз ғой. Көп жерінде. Осыдан кейін ол менің құлағыма сыбырлады. Мемлекет деген қайнап жатқан қара қазан ғой. Ебін тапсаң, ол қазаннан қалқып ішіп, қылқып жей беруіңе болады. Нарда бір көктөбел үйім бар, осында бір шифр шатырлы үйім бар. Құдайға шүкір, жаман тұрмаймын. Ошақбаев опық жемейді, деді. Осыны айтып болып, ол қисаңдай аяңдап, есікке қарай жөнеле берді. Есікке жете бере артына қайта бұрылып маған қарады. Сен Алматыға бара жатсаң,
бұрынғыбайың сәлем айтты де Меңтайға, деді ол кеңкілдей күліп, томпиған қозы қарнын үсті-үстіне сипалап. Мен қабағымды шыттым. Соны аңғарды ма, ол сөзін дереу басқа арнаға бұрды. Айтпақшы, сенің көңілің болса, ол қызды бұлай нетуіңе болады, деді ол бұғақтанып алған мұқыл иегімен пойыздың алдыңғы жағын нұсқап. Ол неше уағыз, бірақ енді маған оның керегі жоқ. Ошақбаев опық жемейді. Осы сөздерімен ол мені бақытты етім деп ойлаған болу керек. Есікке қарай қайта бұрылып талтаңдай жөнелді. Әй, тоқта, дедім мен осы кезде өзімді өзім ұстай алмай, өне бойым қалш-қалш етіп. Оның қасына қалай жетіп барғанымды да білмеймін. Бара сала бала күнгі әдіспен шықшыттың астын ала бар пәрменімен періп кеп жібердім. Тұмажанның басы сарт етіп вагонның қабырғасына соғылды да, қолтығындағы сумкасы сусып жерге түсіп кетті. Ол көзі бақырайып қайта түзеле берген кезде ектің ұшынан баспен және бір сүзіп кеп қалдым. Ошақбаев үн шығара алмастан жалп етіп барып еденге құлады. Осы кезде ұр айналайын деп бағанадан бері біздің сөзімізді үнсіз тыңдап отырған еңгезердей мұртты қазақ орнынан атып тұрды. Қызды қорлаушының сазайын осылай беру керек, ұр айналайын. Ата-бабамыз оң жақтағы қыздың өзі түгіл, отауына шаң жуытпаған, қыз абыройын қызғыштай қорыған. Қыз балаға қасқыр боп тиген еркекте еш қасиет болмайды. Бұл жігіт емес, жылмаңдаған ұры ит қой шырағым, аяма мұндай сүмелекті. Онсыз да қаным қарайып, Тұмажанды түтіп жердей күйге келген едім. Оның үстіне мына сөз жаныма және қамшы болды ма, әлде көрші қазақтың өзімді қостағанына арқаландым ба білмеймін. Орнынан тұрып келе жатқан Тұмажанды ал кеп тепкілейін. Проводник әйел жүгіріп келіп арашалағанда ғана әрең тоқтадым. Менің долданып алған түрімнен қорқты ма, әлде қасымдағы таудай қазақтың қияпатынан сескенді ме? Әйтеуір Тұмажан ләм деп аузын ашқан жоқ. Бар болғаны, әй, сен де осындай ма едің деп таңданғандай жыпылықтап бетіме қарай берді. Содан соң жанында жатқан сумкасын алып, орнынан сүйретіле көтеріліп, есікке қарай зытты. Ұрсыз, дедім мен оған артынан айғайлап. Тұмажан менің сөзімді естіді ме, естімеді ме, естісе де елемеді ме, жаман сумкасын бауырына қысып, семіз денесін алға итіндіріп, вагоннан түскелі жатты. Терезеден оның домалаңдап жерге түскенін көргенде, үйге кіріп кеткен сұр жыланның сыртқа шыққанына көзім жеткендей, деп орнына келіп отыра кеттім. Бұндай сұмға жұдырық өте ме? Бұғанам қатқан білікті журналист болып, өмірдегі осындай сұмдардың қылмыстарын ашып, өздерін фельетонның өткір найзасымен аяусыз түйрер меді деп кіжіндім ішімнен. Міне, осы ойлармен мен шілденің ыстығында 2-ші Алматы вокзалына келіп жеттім. Облыстан шығарда курстас қыздар қарсы алар деп Жомартбек атына телеграмма берген едім. Пойыз тоқтағаннан кейін вагон терезесіне қарағанымда маған келіп тұрған ешкім байқалмады. Бәрі де жазғы каникулге тарап кеткен болар. Чемоданымды алып вагонның аузына келдім. Есіктен шыға бергенімде аяғына жұқпай сумаңдап, плашының етегі түлеген жыланның үстінен түскен қабықтай сусылдап, вагонның жанына Зайгүл жетіп келді. Сәлем, деді ол, ақ қолғапты қолын жоғары көтеріп. Көшенің қиылысында машиналарға жол сілтеп тұрған ақ қолғапты милиционердей қалшиып. Сәлеметпісің, Зайгүл, аман есенбісің? Есен Ербол, деп ол қолын созып жақындай жүрді. Қайда жоқ боп кеттің сен, сағындырдың ғой әбден. Екеуміз қол алыстық. Құшақтасақ та болатын еді. Зайгүл оған тіпті де қарсы еместі екен. Бірақ мен бірден чемоданымды көтеріп жүруге ыңғайландым. Жомартбекке телеграмма берген екенсің, деді Зайгүл аяғы көстеңдеп, менімен қатар аяңдап. Ол кеше ауылына қайтып кетті. Басқа қыздарда кетіп қалған, жатақханада қазан түп болып жалғыз қалған мен ғана болған соң өзім қарсы алдым сені. Сені бәріміз сондай сағындық, Ербол. Рахмет, Зайгүл.
Сен бізден бекер кетіп қалдың. Рас, Меңтайға қолым жетпеді деп өкпелеп кеттің. Бірақ бізде басқа да қыздар бар емес пе еді? Өзіңе бұйырмайтын өзге қыздан не пайда? Зайкүл: мен ақ бұйыратын едім ғой. Зайкүл айналайын деп бір күн жалынсаң болып жатыр еді. Ал сен Меңтай, Меңтай дедің де жүрдің, өзгені көз күлмей. Тегі жігіттерде ақыл жоқ осы. Өйткені олардың бәрі өз шамасына қарамай жақсы қызға қарай жүгіреді. Жақсы қыз жете ме? Қарағым-ау, бәріңе бірдей. Сөйтіп көп жігіттер мына біз сияқты өзіне лайықтыдан құр қалып, артынан өкінетте жүреді. Біз аялдамаға келіп, жатақханаға баратын екінші трамвайға отырдық. Жігіттер ауылда қыздарға үйленіп алып, артынан оқу оқып келемін деп тастап кетіп жатыр ғой, адастырып, деді Зайкүл трамвайға мінгеннен кейін. Сен де сөйтпедің бе? Орындықта отырған Зайкүлдің қасында түрегеп тұрған мен басымды шайқадым. Онда қазір Меңтайдың басы бос, ал ол анау Тұмажан Сәліммен жанасып қойды десең, мен бармын. Сен жанаспаған шығарсың, дедім мен күліп. Құдай ақына, сен өзің сенсеңші маған, кешке паркке барасың ба? Жоқ, сенемін, дедім мен тағы да күліп. Саған сенбегенде кімге сенемін? Бұдан әрі сұрамауға шыдамым жетпеді. Меңтай қайда, Зайкүл? Дедім біраз бөгеліп барып. Меңтайды қайтесің? Биыл ауылыма бармаймын деген. Осында 2 күн бұрын Майраға ілесіп, бүргендегі соның үйіне кетті деймін тегі. Сонда жаздай болуға тиіс. Зайкүл екеуміз жатақхана алдында қоштастық. Ал кешке паркке келесің бе, Ербол? Рахмет, Зайкүл, дедім мен. Қарсы алғаныңа, айтқан әңгімелеріңе бәріне рахмет. Бірақ мен бүгін ешқайда тырп ете алмайтын шығармын. Қазір университетке баруым керек. Ертең емтихан. Қойшы, сен емтиханды көзіңді жұмып отырып тапсырасың ғой. Бұрында жақсы оқитынсың. Ал мен кеттім онда. Айтпақшы, мен ертең Қарағандыға жүремін. Сондағы туыстарыма барып қайтамын. Кешеден бері жатақхана емес, апайдың үйінде жатырмын. Осылай деп ол маған қолын берді. Сен жаңағы менің айтқандарымның бәрін шын екен деп қалып жүрме. Жігіттер жайындағы сөзімді айтамын. Оның бәрін жай қалжың үшін сен қайтер екен деп айтып жатырмын. Оны түсінемін ғой, Зайкүл. Ал жолың болсын. Жазғы сессия біткен күннің ертеңінде мен Меңтайды іздеп Бүргенге бардым. Сессияның арасында барып қайтсам ба деп талай рет оқталдым да, бірақ шыдадым. Бүргенге келіп автобустан түскен соң алғашқы кездескен біреуден Абаеваның үйі қайсы деп сұрадым. Маған ауылдың орта тұсындағы көк терезелі тоқал үйді нұсқады. Менің қымбатты тыңдармандарым, әңгімені жоғалтып алмау үшін менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап отыруларыңызды сұраймын. Көп рахмет. Әңгіменің жалғасын бұйыртса, ертең тыңдайтын боласыздар.